Сәлем құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Видео астында бір ғана лайк түймесін басты ұмытпаң. Астанада Республика күні қарсаңында 200-ден астам мерекелік іс-шара өткізу жоспарланып отыр. Республика күні орай бірқатар спорттық іс-шараларды өткізу жоспарланған. Оның ішінде 21-22 қазанда конкурдан Қазақстан Республикасының чемпионаты, 23 қазаннан 6 қарашаға дейін жастар мен жас өспірімдер арасындағы бокстан Азия чемпионаты бар. Көрермендер үшін спорт жарысына кіру тегін. 23 қазан күні Астанадағы Максим Горький атындағы орыс драма театры Алия драмасынан театр маусымын ашады деп жоспарланып отыр. 24 қазан сағат 18:00-де Рахмандиев атындағы мемлекеттік академиялық филармонияда шығармашылық ұжымдардың қатысуымен мерекелік концерт өтеді. Сонымен қатар 24 қазан күні Барыс аренада сағат 20:00-де қазақ елінің атын әлемге танып жүрген бірдей 3 әуеннің басын қосып, күйдің құдіретін әлемге сездірген Ұлытау тобының 25 жылдығына орай концерт өтеді. Осы күндері аудан әкімдіктерімен бірлесіп, Астана қаласының 5 ауданның шет аймақтарындағы тұрғын алаптардың мерекелік концерттер өткізілді. Нақтырақ айтсақ, Көктал саябағы басталуы 15:00. Бараев тұрғын алабы басталуы 15:00. Интернациональный тұрғын алабы басталуы 15:00. Перегородный тұрғын алабы 12:00. Жағалау тұрғын алабы басталуы 12:00.